Hürmetli halayık, assalamu aleykum. Sigir етін alamız, tana етін alamız. 2 жасар tana. Bir жілік olsun bәрі, bir жілік. Пожалуйста. Бағасы 2350 теңгеден жеткізуіміз тегін үйіңізге дейін. Қолма-қол ақшаңыз болмаса Каспий кредит немесе Каспий рет арқылы ала аласыз. Бұл деген етіміз, бүгінгі етіміз 2 жасар тана. Нағыз шоколад дейді, шоколад. Алқаңыздар. Міне мынау сан еті. Күшті де бар. Сан еті, мынау да сан еті. Мына беті. Қараңыздар. Мынау жамбас. Так, мысалы былай айтып қойайын. Мына үлкен сан етінің өзіне не жамбас қосылады, не мынау сан ет қосылады. Екеуін біреуі. Кімге керек жамбаспен айтамыз жамбас керекті. Қол еті кіреді, бір емес, 2 қол еті. Жауырын, құйымшақ, мойын еті, төс, бел омыртқа, белдеме, жіліктің басы, қабырға және сүбе. Міне кеңіздер. Манты-пантыға. Бағасы 2350 теңге. Осы жерде бір жілігімізде 26-27 килограмм манайы. Ол дегеніміз 62-63 теңгенің шамасында болады. Үйіңізге дейін жеткізіп беруіміз тегін. Тағы да айта кетейін. Қолма-қол ақшаңыз болмаса Каспий рет, Каспий кредит арқылы да төлемақыны қабылдай береміз. Енді сол кезде 60-64 мың теңгенің манайы шығып тұр ғой, бір жілік. 2 жасар тана. Жайылымдыке, атқорымдыке емес, таза жайылым. Енді жайылымның семірген малы в любом случае керемет қой, жақсы болады ғой. Подарок бар ма дейді Нұржан Жүсіпов. Подарок бар, міндетті түрде подарок. Осы эфир арқылы сатып алған жағдайда подарокқа бір холодец. Так, ту бие 4,5 жасар бар ма, қанша болады тірідей дейді. Туылған бие шығар енді. Әртүрлі ту биелер әртүрлі қораның ішінде. Біреусінің сүйегі ірі, біреусінің сүйегі кішілеу дегендей. Біреусі домаланып тұр, біреусі лай болып тұр. Оны енді тірідей адам деген кісілерге осы жерге келіп, қорадан көріп, солай саудаласамыз. Ориентир 2800 теңгеден келесі кесі. Биеміз приблизительно 250-300 килограмм манай шығады. Байтал 230-250 килограмм манай шығады. Құнан 200-210 килограмм манай шығады. Тай 150-160 килограмм манай шығады. Бағасын бәрі целиком 2800 теңгеден. Так, кәнеки жаңадан қосылып атқан кісілерге ассалауму алейкум. Қосылғандарыңызға бізге прямой эфирге алғысымызды білдіртемін. Бүгін біз осы сиыр еті 2 жасар тананың етін прямой эфир арқылы сатып жатырмыз. Бағасы 2350 теңгеден үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Одан артық не керек ағайын? Таза ауылдың малы, таза ешқандай жаңаған дәрі-мәрі, укол-пукол бәлет жоқ. Таза жайылымда семірген керемет 2 жасар ұрғашы тана. Кәнеки хабарласыңыздар біздің WhatsApp номерімізге 8705-873-75-11 телефонына WhatsAppқа сиыр еті бір жілік өзіңіздің есіміңізді және прямой эфирді жазып берсеңіз, сіздерге міндетті түрде осы жілікпен бөлек тағы да бір холодец сый-сапатымыз бар. Подарогымыз бар. Міне қазір қарасаңыздар, көрсетіп қойсам да болады. Сала бер. Міне қазір жіліктер салынып жатыр. Бізде ет қазір жұмыс қайнап атқан кезіміз. Осы бәрі пакеттерге салып, өлшеп, әрқайсының аты жөнін жазып, килограммын жазып, қанша теңгеден қандай сума алыну керек деп, осының бәрі осы есептелініп жатыр. Пакеттерге салынып. Так. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды айтыңыздар.
Что ты хочешь? Жоқ. Так, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Сиыр еті 2350 теңгеден. Міне осының бәрі кіреді. Кәні, чуй. Инстаграм. Тиктоктан қалып жүрсіздер. Инстаграм. Тиктокты күшті өтіп атыр. Тиктокты қазір картопты жаратын болдық қой. Инстаграмдарға қаншадан отыр? 16. Инстаграмда бір қызық айтып қойын, кеше тиктокқа қазір ана жол жақында бір туған күніңіз болды. Қызым мынандай жерге андай микрофон алып беріп мынандай жерге қойылатын. Сөйтіп жаңағы штатив, ана мынау. Сонымен асмр деген нәрсе бар екен. Ол не деймін? Сөйтсем ол жаңағы анау микрофон мына жерде тұрады, сол жеген кезде анау шөлпілдегені, сөйтіп сорғаны бәрі естіледі екен. Бұл қазір модада қоймайды. Адам аппетитін ашасы, ол адам аппетит ашылғаннан кейін сізден ет алады дейді. Болды, мейлі. Қызым, жалғыз қызым айтқан болсын деп сол түсірді. Сөйтіп жаңағы жақсылап тұрып алған қазанға мынандай қылып не жасадым, жаңағы қуырдақ жасадым, өзім не қылып, соның етін действительно өте жұмсақ керемет пісті. Соны жаңағы сүйсініп тұрып жейсің жаңағы. Соны сүйсініп тұрып жегенде асындырып жаңағы түсірді ғой. Соны кеше тиктокқа салдық. Ё-майо. Бүгін таңертең жаңа қарасам 19350 просмотр. Bir gün ішінде 19350 просмотр. Оның жартысы ас болсын, ана мынау болсын деп жазыпты. Жартысы негатив. Бетің табақтай болып алып, аны тамақ жеп отырсың, андай, мұндай деген әңгімелер кетеді. Бетің табақтай, өзің жегенше бөліссеш біреумен деген сияқты. Мен тамақ жеп отырмын ғой, үйде ол түсіріп жатқан моментте ол. Ай, Құдай-ау. Сол мен ойлаймын да, қазіргі кісілер көбінесе қатыгез болып кеткен деп ойлаймын. Сондықтан да сіздерге инстаграмда прямой эфирде отырған кісілерге өтініш, айтар нәрсеңіз, жақсы нәрсеңіз болса, айтыңыз, жазыңыздар. Жаман ой туып тұрса, үндемей-ақ пролистывать етіп кете берген дұрыс екен. Сондай ауыр сөздер жазып, менің салмағымда неше атақтары бар. Енді мысалы көп нәрселер бар да, сондықтан да адам, любой адамнан жақсы жерін іздесе, жақсы жерін табады. Жаман жерін іздесе, жаман жерін табады. Сондықтан да әрқайсымыз бір-біріміздің тек жақсы жерімізді көріп, істеп жатқан ісін оны жақсылыққа асырып, оны бұл айтқан кезде бір-бірімізді жамап жүрейік, қазақ бауырларым, қарындастарым, апайларым, әпкелерім, әпшелерім. Сондықтан да бұл енді бұл адамның көңілінде ғой. Мен қазір көңілімен сол жаңағы таңертең көргеннен оқығаннан кейін кейбір кісілермен ответ жаздым. Бұны не деп кейбіреулеріне сондай ренішпен кеттім. Кейбіреулеріне рахметін жаздым дегенмен аға ас болсын, ойсыз күшті жақсы реклама жасайды екенсіз, андай мұнда рахметін айтып жазып отыр. Сондықтан да бәрі жақсы, біз ел не айтпайды деген сияқты ғой енді. Ит үре береді, караван идет деген секілді, біз ары жұмысымызды жасай береміз. Бұл менің маңдай терім, менің еңбегім, асырап отқан менің малым. Мен ешкімнен ұрлап алған жоқпын, ешкімнен пара алып алған жоқпын. Мен бұны өзім өсіріп, өзім өсендеп, өзім сойып, өзім инстаграм арқылы сіздерге сатып отырмын. Бұл менің жанұямның таза еңбегі. Сондықтан да менен ет алыңыздар, ет дәмді, керемет. Енді бұл айтқан кезде осында мен қараңыздар, қандай жақсы әдемі еттер. Осыны үйіңізге дейін жеткізіп береміз. Жамбасы бар, қолы бар, төсі бар, бел омыртқа, белдеме. Осына белдемен ет керемет болады екен. Мынаны самолет дейміз біз. Енді шыны керек, ең нағыз дәмді жер ма деп ойлаймын. Белдеме деген жер ғой, бұлай ғой енді малда. Соны көп жұмыс істемейтін жер ғой. Ең дәмді жер. Осыны алсаңыздар болады. Орыстар не деуші еді? Филейка, милейка бір нәрсе деп атады. Мойын еті. Мойын етінің өзі міне қараңыздар, міне ет. Қараңыздар, міне. Бұған құйымшақ та қосылады. Құйымшағы да мінекей ет. Міне жауырын басы мінекей. Мына жауырынымыз біз екіге бөлеміз. Дәмді болсын.
жіліктің басы міндетті түрде қосылады. Кейбір кісілер айтады, маған қоспасы дейді, кейбір қос дейді, енді біз сіздерге айтайын. Біз специально пакетке салмаймыз. Міне қазір біз салынып жатыр, қараңыздар. Міне. Көрдіңіздер ме? Осының бәрі ешқайсының аты жазылып жатқан жоқ. Бұл қазір просто тупо өлшенепті, жребий сияқты ғой. Кімге? Айгүлге, Светаға, Гүлмираға, Асқарға, Арманға деген сияқты кете береді. Біз ана пакетке, ана кісіге мынандай салайық, мына кісіге мынандай салайық деген ондай жоқ бізде. Ол принципиально біз оған сөйтіп қараймыз. Дегенмен адамдар да сенімді болады да, Құдайдың бұйыртқаны деп есептейді. Так, мына қабырғаның өзінен қарасаңыздар, міне мынау кішкентай қабырға, мына қойдың қабырғасындай. Мына қараңыздаршы, қойдың қабырғасындай. Бұл 2 жасақ қананың еті осыдан-ақ білуге болады. Мынау бас жағы, мынау ұзын жағы. Қабырғаның мына қалыңдығынан қараңыздар. Міне кейіңіздер. Міне қалыңдығы. Үлкен сиырдың қалыңдығы мынандай болады. Мынау дегеніміз міне 2 саусақта жетпей тұр. Бірақ сол менің бармағымдай сүйегі. Өнен кейін сүбе еті. Манты анамнан жасағанға. Осының бәрі бір жілік 25-27 килограмның аралығында. Бағасы 2350 теңгеден. Үйіңізге дейін жеткізіп беруіміз тегін. Бір жілігіміз примерно 60-64 мың теңгенің маңайы шығады. Өздеріңіздің қолма-қол ақша болмай қалған жағдайда Каспий рет және Каспий кредит арқылы да төлем қабылдай береміз. Алматы қаласы бойынша және Қарасай аудан бойынша жеткізуіміз тегін. Өнен кейін тағы айтып кететін, бізде ең төменгіміз ол жарты жілік. Жарты жілікте 14-15 килограмм маңайы болады. Ол да сол 2350 теңгеден, бірақ та жеткізуіміз 1000 теңге болады. Дегенмен енді біреу аэропортта, біреу Гресте, біреу Медеуде, біреу микрорайонда жан-жаққа енді жарты жілікте бесплатно тасып жүре бермеймін. Бізге жарты жілік алғаннан кейін не өгерді. Енді осы айтып кететініміз, барлықтарыңызға үлкен рахмет, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Мына жерде Жолдыбаева Майнұр ханым жазыпты. Өте дұрыс айтасыз. Әрине, керегіне адамның дене бітіміне шамасы бар, ішеді, жейді, мәдениеті төмен адамдар ғой дейді. Әрбір адам еңбек етсін. Негатив айтқан әркім өзі жамандыққа жауап береді ғой дейді. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Так, сап-сары екен дейді. Жайылым болғаннан кейін сары. Жайылым болғаннан кейін любой малдың жайылымдағы бізде ет сары болып келеді. Ол қазір бізді оның атқорымға қойсақ, май әппақ болып шығады 2 айдан кейін. Ол сары май кәрі мал деген сөз, ол өтірік сөз. Оған сенбеңіздер. Так, жарты жілік сатасыздар ма? Бағасы қанша? Бағасы жаңағы айтып кеткенде 2350 теңге. Примерно жарты жілігімізде 14-15 килограмм болады. Ол приблизительно 35 мың теңгенің маңайы. Және жеткізуіміз 1000 теңге болады. Хоть аэропорт болсын, хоть Қаскелең болсын. Ал бір жілік алсақ? Бір жілік алсаңызда жеткізуіміз тегін. Бағасы 2350 теңгеден. Және инстаграмдағы достар, жаңағы мен айтып кеткен әңгімені тиктокты көрем десеңіздер, тикток, ана нені бере саласың ба? Алик, ана рекламныйды. Анан тұр. Бұл. Так, мен сіздерге айтып кетейін. Так, міне. Тиктокта Ғазиз ет және Ютубта Ғазиз ет және мына біздің WhatsApp-ымыз, мына біздің QR кодымыз, бағаларымыз және біздің Каспий Голд арқылы жіберетін ақшаларымыз. Біз Голд арқылы, Каспий рет арқылы және кредит арқылы да сауда жасай береміз. Мен тиктогыма қосылыңызда картопты жарып атым. Біреу не демейді? Анау десін, мынау десін. Маған саудам жүрсек бол, бала шағамды асырсам бол. Личный претензия барлар болса, маған личка шығыңдар. Разберемся. Че там, болды ма? Ал, құрметті достар, барлықтарыңызға
менен бірге осы менің тікелей эфирімде болғандарыңызға үлкен рахметімді, алғысымды білдіргім келеді. Үйлеріңізде ет үзілмесін ағайын. Үйлеріңізде дастархандарыңыз тек қана қуанышқа жайылсын. Барлық жақсылықты тілеймін сіздер. Төрт көздеріңіз түгел болып, аман есен болыңыздар. Әр қазақ үйінде ет үзілмесін, сау саламат болғанша.